башка айлары тартылып калмаган адам кемде-кем шығар. Аяқтардағы тартылуудун судорога себеби неге? Видеомuz басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы судорога деген бұлшықеттердің еріктен тыс жиырылуы. Ал аяқтардың тартылуы медицинада крампы деп аталады. Әдетте түнде пайда болады, бірнеше секундтан бірнеше минутқа созылады. Пайда болудың екі нұсқасы бар. Идиопатиялық, яғни себебі белгісіз, әйтеуір өзінен өзі пайда болады. Себебі жоқ, органдар есебінен патология анықталмайды. Екіншілік, яғни белгілі бір жағдайлармен пайда болады. Мысалы, мына аурулар кезінде кездесуі мүмкін. Аяқ веналардың варикозы, атеросклероз, остеохондроз, радикулит, қант диабеті, қалқанша без аурулары, майтабандылық, витаминдер мен минералдар, магний, калий, кальций жетіспеушілігі. Дені сау адамдарда аяқ тартылудың ең жиі себебі ол аяқ веналарындағы венозды тоқырау болып табылады. Яғни венозный застой. Венозды тоқырау есебінен тіндердің ісінуі орын алып, жергілікті зат алмасу процесі бұзылады. Бұлшық жасушасындағы магний, кальций, калий алмасу механизмдері зардап шегеді. Нәтижесінде бұлшық спондаттары жиырылып, қатты ауыратын тоникалық тартылу пайда болады. Осындай венозды тоқырауға алып келетін себептер мыналар. Бірінші, күні бойы аяқтарға шектен тыс қысым түсу, тұрып жүру, жүгіру, көп жүру. Екінші, ұзақ уақыт аяқтарды бір-біріне айқастырып отыру, қолайсыз қалыпта болу, яғни. Үшінші, күні бойы төртінші, биік өкшелі аяқ киім кию. Сол үшін кешкі уақытта екі аяқты дене қалпынан жоғары көтеріп, бір сағаттай жату венозды қан айналымды қалпына келтіреді. Аяқ тартылуынан 30% жүкті әйелдер зардап шегеді. Жүктіліктің екінші жартысында пайда болады. Себебі белгісіз. Жиі жүктілік кезінде аяқтың варикоз ауруы асқынғандықтан аяқ тартылу себебі осыда болуы мүмкін. Достар, видеомыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.